Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер мынадай меренговый торт рулет дайындаймыз. Өзі әдемі, өте дәмді воздушный десерт. Қажетті ингредиенттеріміздің мөлшерін әдеттегідей описанияға жазып кетемін. Ал кеттік. Тұқымның ағын бір шым-шым тұз салып миксерлаймыз. Бірінші жай скоростьтан бастаймыз. Достар, каналымда бірінші рет болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Енді миксерімізді сөндірместен қантымызды қосып, әлі де араластыра береміз. Содан соң сахарный пудрымызды қосып, тағы да солай араластырамыз. Бір грамм ванилинімізді қосамыз. 20 грамм кукурузный крахмал қосамыз. Және 7 грамм лимон шырынын құямыз. Миксеріміздің жылдамдығын аз-аздан көтереміз. Ең соңында ең қатты жылдамдықта миксерлаймыз. Мінекей, бізде жып-жылтыр меренгіміз дайын болды. Противенімізға пергамент қағазын салып, меренгімізді құйып тегістейміз. 140 градус қосылып тұрған пешімізде 20-30 минуттың аралығында пісіріп аламыз. Әркім өзінің пешіне қарайды. Мен 30 минут пісірдім. Асты аздап қызарды, 25 минуттың өзі жарайды екен. Меренгіміз піскенше енді кремін дайындаймыз. Креміне 500 грамм қойылатылған қаймақ және үстіне сахарный пудра салып араластырамыз. Және 1 грамм ванилин қостым, оны видеоға түсіріп алмақпын. Сол 3 ингредиентті қосып, миксерлап араластырып аламыз. Міне креміміз дайын. Мінекей піскен меренгімізді суытып, пергамент қағазынан босатып, бірдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Және оған крем жағып, бір құлпынайды уақыттап кесіп салдым. Бөліктерімізді видеодағылап орап, әдемі тарелкамызға қоямыз. Мінекей тортқа ұқсайтын рулет дайын болды. Ең үстіне әдемілеп кремімізді жағамыз. Енді тортымыздың үстін қалауымызша декорлаймыз. Менде бұл құлпынай және виноград. Декорлап болған соң 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Мінекей меренговый торт рулетіміз дайын. Өте жұмсақ және дәмді. Осы рецептпенен дайындап көріңіз, сізге де ұнайтынына сенемін. Сіздермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Жайларың тәтті болсын.